бес нарға жасайтын бағалығы соншама. Ал әйел адамның жүктері мінекей мынадай болмайды, мынадай болады. Әйел адамдікі былай тұтас болады, жаңа көрдіңіз ғой, мынадай. Қос бауырдақты дейді, құдағай жүк дейді. Мінекей осындай ерекшеліктер бар. Құдағай жүк дейтін себебі, енді жаңада айттым ғой енді. Қыздарына келін алғанда, қызын ұзатқанда соған мән берген, ал бірағында сол енді үлкен өзін құсаған келіншектер, мысал үшін мына кердер, сартыс әйелдер де оларда тағады ғой енді. Той бар, томалағы бар, оларда соған кемпірлер де үлкен бәйбішелер. Мінекей мынаның атын сабақ деп аталынады. Мына сабақ деп аталынады. Мынау бір келін, бір балалы болғаннан кейін осыны жолдасы немесе төркін жұрты жасатады. Ата-енесі жасатады. Бұл және қасылық тияқты ашылады көйлектің шетінен. Сосын баланы тамақтандыруға ешқандай зияны болмайды. Баланы тамақтандыратын. Сосын жерде сосын мынау мінекей бәйбіше немесе екі-үш балалы болғаннан кейін риза болып мынандай жасалынады. Бұл төре басынан бастап аяғына дейін ашылады. Бұл үш тақталы кәдімгі әйелдерге арналған, бұл да ашылады. Ал енді жолдасы шалы қайтыс болған әйелдер, кемпірлер мынандай тағат, ештеме ашылмайды. Үсті де ашылмайды, бәрі де ашылмайды. Ал мынанда үлкейген кемпірлер шалы бар, олар мынадай тағат неки. Үсті ашылады, тонадай тағат. Енді әжелеріне өздерін көрдіңдер ғой, беректі келіп. Ол сөздің ұят жоқ. Немерелері қолын салып, омырауына әжелерінің иіскеп отыратын көрдіңдер ғой. Жетіге келгенше сөйтіп жүретін. Соған мүмкіндік берген ғой. Мінекей мынау жаңағы осы тағып отырған бәйбіше немесе ауылдың үлкені, сол ауылдың ана тағып отырғанда сол ауылдың үлкені жұрттың бәрі сыйлайтын адам екені көрініп тұрады. Сол әлеуметтік жағдай жақсы. Соның жаңағы зере ұқсаған, абайдың әжесі ұқсаған адамдардың тағып отыратындары Маңғыстауда. Енді мынау біраз сақиналарға келетін болсақ, мінекей мынандай сақина, мынау қоңыраулы сақина дейді. Мысал үшін сері, әнші, күйші, сосын бір белгілі бір адамдардың тағатындары. Мынау ісмер адамның тағатыны. Мысеке мынаны оң қолың қайсы? Оң қайсың ба, сола қайсың ба? Оңмен жазам дейді. Оңқай деп айтады. Оңқай. Мінекей, мынау оңқай мінекей. Былай айтылады да, сосын мынау мінекей. Мынаны бүйтіп тағып та жүреді мінекей. Сосын мынаны алады да, мына ісмер адамдар. Мынау оймақ. Оймақ орнына қолданады. Оймақ орнына, көрдің бе? Мына иненің орындары қалып тұр. Оймақ. Мынаны тағып отырып, бәрі істігет оймақпенен. Соны керек емес уақытында бүйтіп мынаны кәдімгі қолына тағып алып отырады. Сол әрі әшекей бейім, әрі ісмердің несі. Мынау жаңағы айтқан құдағай жүзік. Мұның өзі әңгімесі өте көп. Осының өзі, мынаның өзі үлкен мән береді. Мысал үшін, бұлар ешқашанда бұрында дүкенде ештеме сатылмаған. Бізде дүкенде болған шамалы ғой. Осының ішінде күміс бұйымдардың тіпті сатылмаған. Бірен-саран базарда сатылған, себебі біреулер жоғалтып алады, тауып алады. Немесе біреулер өдне алып болып кетеді.
немесе біреулер қанша бай болғанмен де ашаршылыққа ұшырайды, ашаршылыққа ұшырайды, малға тамақ бірдеңеге сатау мүмкін, а былай дүкенде болмаған, дүкен болмаған. Әрбір әшекей бұйым тапсырыспен жасалынған. Әбден сондықтан мысалы үшін мынаған айтатын болсақ, мынаның өзі әңгіме айтады, сол адамның, тағып отырған адамның кім екенін барлығын айтады. Мысалы үшін мынаны айтатын болсақ, мінекей іргелі елміз, құдағай. 2-4 құдам түгел, 2 жағым тең. Мына балдарым, ұзатылған қыздарым бар, 6 үй деп айту мүмкін. Немесе 6 балам бар, 6 үй бөлек-бөлек тұрады деп айтылу мүмкін. Мысалы үшін мінекей мынаны айтатын болсам, айдай сұлу 2 қызым бар. Сосын жерде 2 күйеу балам бар, келген деген сөз, баласы жоқ болуы мүмкін, ер баласы. Немесе мұны былай деп айтады, расшифровка жасайды, қасымызда жоқпыз ғой, енді ол жасағанды тапсырып бергенде. Біздер болған жоқпыз, мұны тек өзімізді расшифровка жасаймыз. Айдай сұлу 2 қызым бар, 2 балам бар, 4 балам түгел деген сөз деп түсінуге болады. Мысалы үшін мынау көп спор болып жүрген зат, осы мынау құстұмсық. Құстұмсық Сақина, құстұмсық Сақинаны ұзатылған қызға береді. Ұзатылған қызға береді. Ұзатылған, енді ол уақытта қазіргідей, мысалы үшін әлімменен, байының бір баласы менен қызын ұзатып жіберетін болса, ол біз Маңғыстауда қалдық, олар бұны арқада қалады. Соны жылына бір рет қарап көреді ғой. Сонда қызым қалай екен деп, артында төркін жұрты артынан барарда, әнесін, ағайын тумасын біреулер жібереді. Қыздың артынан, біз қай жерде отыр екен, қызымыздың жағдайы қалай екен деп. Сонда жаңағы осы тағып кеткен құстұмсықты қызы беріп жіберсе, менің жағдайым мықты емес. Құсқысап шұқып отыр мені деген сөздің есебінде деп айтады. Мұны менің айтатын мен шешем осы менің осы жинауыма себеп болды. Сол шешем айтатын, әкем зергер, әкемдің ағалары зергер болды, солардың айтқанынан естідім, және өзім ізденем. Соны беріп жүрсе солай, алай бермесе, жағдай жақсы. Сосын жерде енді артынан, қыздың артынан барғанда артынып, тартынып, жақсылып барады. Ал мына шұқып ататын болса, онда сәй артынбай, өзі орташа қалып барады. Ал егерде енді өмір болғаннан кейін әртүрлі болады ғой енді. Мысал үшін қайтып келеді дейтін сирек ол жақта. Қайтып келмейді. Соларда күн болса да сол жақта болады. Ал жолда өліп қалуы мүмкін. Сосын жерде енді онда мынаны былай қылып тақпайды, былай қылып тағады. Мына үйге келгенде, значит, былай қылып тағып отырса, значит, менің басым бос. Әмәнгерлікпен алатын адам болмай қалады кейде. Әмәнгерлікпен адам болмай қалады. Немесе келген келіншек, олардың біреуінде де ұнатпай қалып, аталарынан үлкендерден ұқсас тұрап, өзім басым бос деген есебінде болуы мүмкін. Онда сирек тағылады. Бүйтіп керекке тағылу деген. Сирек тағылады. Басым бос дегенді айтатын. Немесе қайтып келген. Бірен саран болады ғой, ел шығуын қайтып келеді дейтін. Олар көп қайтып келген қыздар жасау болмайды ұзатқанда да. Қайтып келгеннің аты қайтып келген деп аталынады. Сондай мұның әрбіреуінің недері бар. Ол енді мінекей мынау да солай мінекей. Мынаны тағып отқанда келгенде танымайтын адам, үлкен қонақтар келген тағып отырады, бәйбіше мынаны тағып отқанда, мына келген адам аңғарымпаз, халықтың дәстүрін бәрін білетін болса, мынаны тағып отқанда біледі. Қара шаңырақта отыр екенбіз ғой біздер. Мына іргелі ер екен, 6 баласы жан жағында отыр екен.
деп. Жағдайы жақсы екен. Мынау салмақты екен деп. Кәдімгі айтады. Мінекей, мынау да солай. Төрт құдамыз түгел құда жекжатымыз жан жағымызда іргелі ел болып отырмыз деген сөздің мағынасы береді. Мынаның барлығы мінекей осының барлығы айтылады. Мен енді оны ұзақ қылып айтатын. Сіздердің де уақытым жоқ, менің де уақытым жоқ. Мұның барлығы да айтылады. Енді мен мына өрге тоқталайын, бөтен көп. Мынаны көпшілік адамдар білмейді. Бұл өте сирек кездесетін жәдігер. Мынау қалта деп аталынады. Қазір бұрындағы атауы мен кездестірген жоқпын. Мынау елші бір болысқа немесе бір елге Маңғыстаудың өзінің адамы біреуге хат жазып, мысалы патшалық Россияға немесе Хиуаға хат жазса, осыны салып, мойнына байлап, елшіге жібереді. Елшіге жібереді, қасында елшінің қасында 4-5 жаңағы күзетшісі болады. Ал мына елшіні сақтау. Сосын апарып, елші мына хатты солай береді. Ішінде хат бар, айтайық, хат бар деп. Хат салып беріп жібереді, сосын жерде соның жауабын күтіп жатады. Сосын осыған немесе оларда өздерінше осындай заттар дайындап қояды. Мінекей біздер мына ортасында сызығы бар, мынада сызады. Ол зергер түгелдей істеуге шамасы жетпей қалды, немесе күмісі жетпей қалған жоқ. Мынаны жібергеннің өзінде де мән бар. Ортамызда сыза түсіп жатыр. Осыны біріктірейік. Ал анау жіберу мүмкін, мынаны сызатын жоқ бұлай. Енді сыза түспейді, мен соған келістім деп. Оның барлығында да гәп бар. Бұл сол жаңағы... Мынандай түрлерде болады ма? Бұрын мұражайдан көретін едім. Осындай түрлерде. Мынау ондай емес. Мынау қайрақ қап дейтін аты. Жіңішкелеу кішкентай түрлер болады. Ол басқа ма? Ол тұмар дейді оның атын. Міне. Иә, осындай көреді. Тұмар. Бұл түрікменнен келген тұмар. Ішіне жаңағы ауырып қалған адамға бой тұмар деп аталынады ғой. Иә. Бой тұмар. Мінекей. Мына ұқсап тұмар ішіне салып, тұмарын тағып жүреді. Тұмарым дейді ғой. Тұмарым деген сөз тәріме жақын ең жақсы адам деген сөз. Тұмарым деген, тұмар бай. Мынау қайрақ қап деп аталынады. Мынаны мысал үшін байлардың жігіттері бүйтіп мойнына салып жүреді. Мына пышағы мынарада мінекей. Мынарада пышағы. Мынау бойында мынау. Сосын жерде мынаны шығарып алады да бүйтіп. Қайрақ қап дейді мынаны. Қайрақ қап дейді. Мына қазақтың мақалы бар, содан да білулеріңе болады. Пышағы бар, сүйген жейді, пышағы жоқ, тиген жейді дейтін әңгіме бар. Пышақ ол уақытта темір аз ғой Қазақстанда, темір аз болды, соның ішінде Маңғыстауда темір қорытылған жоқ. Әріректе қорытса қорытылған шығар. Мына темірді қорытылған біздерде мына Қызылқалада да ертеректе, бұдан бәленбай ғасыр бұрын сондай орындар бар. Ал енді біздің бертін келе темір қорыт деген естіген жоқпын. Сол енді сондықтан пышақты темір азаңдау болып, мынау менің өзімнің жасағаным өзіме. Мынау М деген Мұқан Нұрниязды өзіме арнап жасалған пышағым. Мынау өткенде ішіне қорғасын салып едім. Сәл ауыр болмасын дейді. Нетпей жүр. Соны істеуім керек. Мынаны тақып жүретін. Сосын мына белуде тұрып, сосын жерде мынау пайдалана бермейді, етіңді турап жей бересің. Пышағы жоқ. Тиген жейді, пышағы жоқ. Пышағы бар, сүйген жейді деген сөздерден қалған. Мынау өзіме арнап жасаған шақшам М деп.
Асанәліге біреуін жасап беріп едім, ол кісі жоғалтып алды. Әйдір ол кісі жоқ. Мынау бұрыннан қалған шақшалар. Осы шақшаның қашан қарап жасағаным ғой анау. Бұрындағылардың шақшасы. Мынау енді қазақтың, біздің атайлардың мөрлері. Мынау Қаратоқаның мөрі. Қаратоқан деген ұмытым, старшынның. Мынау сирек кездесетін білезік, қоспалы білезік деп аталынады. Білезік сендер мұндай білезік көп таққан көрмеген шығарсыңдар. Мінекей мына балаға тағал, мінекей. Бала. Бұл түсіп қалмайды, жоғалып қалмайды мінекей. Бүйтіп тағып жүреді. Былай да. Жинақ болып тұр. Бұл да сирек кездесетін зат. Сирек кездесетін жәдігер. Ең ескі заттар мынау мінекей 17-ші ғасыр. Бұл бір анда шығыс Қазақстандық. Мынау жаңағы ер адамның сақиналары. Мынау тек қана көз емес, мініп жүрген аттарын да әшекейлеген ғой. Мінекей оған нағыз дәлел мынау. Мынау көрдіңіз бе? Жер тұрман. Жүгерінің өзі қаншама күміспенен күптеліп алтымен атталынған. Мынау енді бастырма деп аталынады. Мынау сирек кездеседі бұлда. Сирек кездеседі. Мына қамшылардың өзін қалай? Қамшылардың өзін. Мұны бір анда дат қамшы деп аталынады. Мынау кісе белбеу. Ер адамның. Мынау жаңағы нені пышақты салып алып жүретін заттар ғой, белбеу бірдеңе жалғап. Мынау тоқымның өзін күмістеп, өмірділік құйысқан екеуі де бар осы жерде. Ер тоқымның өзін еткен. Ал мынау Маңғыстаудың өмілдірік деп аталынады. Сол өмілдірікке аттың төсінде осылай іштеп жан жағынан етеді. Осыға дейін зер әшекейлеген ғой. Қандай әшекей. Біздің Маңғыстаудың өнері мықты болған, дамыған. Жаңа мына баланың сұрағына байланысты бұл халықтың әлеуметтік жағдайын да өнерінде көрсететін зат. Сен бір сұраққа мен үлкен қылып жауап бердім. Ал осы енді мынау енді мінекей қазақтың қамшысы. Мынау әкемнің маған қалдырған қамшысы, әкемнің 13 жасында маған жасатқан ері. 13 жасында жасатқан ері. Осындай заттар енді. Жақсы. Тағы қандай сұрағың бар көкем? Оның бәрін жазып алдың да сен әдмейіңе шаман келгенше. Ұмытып қаласың ғой енді. Мына апаң жазып алып жатыр, айтады ғой саған. Ал айналайындар енді. Осы талабың тасын таудай болып өнерге жақын адам ешқашанда жаман болмайды. Талабың оң болсын айналайын. Мұғалім екенсің, шәкірттерің көбейсін айналайын. Кімнің келінсің? Бәйімбет ауылында. Бәйімбеттің жақсы. Жақсы айналайындар. Өте сұрақтарың бар ма? Жоқ, басқа сұрақтарым бар. Болды, жүрейік онда. Бұрын сіздің жұмысыңызға баратын едік біз 2008-2009-да. Театрға барып, бізді жұмсайтын